Осы Заид ибн Хариса пайғамбарымыз қасында жаңағы қызметші болып жүрген кезі, міне сөйтіп Али радиаллаху анхуға келейік. Али 10 жаста, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған да түсіндіреді осы нәрсені. Сосын бір риуаятында айтылған, мен әкеммен ақылдасуым керек, Абу Толибке барып ақылдасайын деген кезде, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қазір қоғамда дейді, бұл нәрсені адамдар көтере алмайды дейді. Бәда әл-исламу ғурибан, ислам өте бөтен болып басталған дейді. Жатырқап басталынады дейді, өзі заңдылық сондай дейді. Адамдар әбден жаман жолдарға үйреніп қалғаннан кейін Алланың таза жолын бір жақтырмай тұрады дейді бүйтіп. Мынау қайдан келген деген нәрсеге. Өйткені ол олардың нәпсісін ұрайын деп тұр ғой. Сіз бе? Сол нәпсінің жаман екенін көрсетпеу үшін адам ана нәрсені жаман қыла салады екен ғой. Өз заңдылық сол екен, өз асылы болды. Нәпсіңді қорғайсың да, бізде бұл жоқ еді ғой бұндай нәрсе дегендей. Сонда бұл бөтен басталып жатқан дін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Адамдар жатырқайды қазір, бірден бұны қабылдай алмайды. Сондықтан мен сенің ақылың бар ғой деп өзіңе айтып отырмын. Егер де қабылдасаң осы, бірақ әкеңмен ақылдаспа дейді. Сосын Али сол күні түні бойы жаңағы ұйықтай алмай шығады, осы нәрсені ойланып шешім қабылдап, жүрегін Алла тағала ашып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, ашхаду ан ла илаха илlalloh деп айтады. Ашхаду анна Мұхаммад расулулла деген нәрселер. Негізінде бұл осы қоғамдағы ең зиялы адамдар еді өзі. Зиялы адамдарда көзі ашық, көкірек көзі ашық, анау-мынау нәрсеге алдана бермеген адамдар. Тіпті жаңағы Заид ибн Харисаның өзі айтады, мен дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Қағбаның сыртын айналып жүрген кезімде, мен әлі сол адамдар неше түрлі Қағбаның сыртындағы мүсіндерді бүйтіп ұстайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана жаңағы қара тас бұрышын ұстайды дейді. Олар мүсіндерді ұстайды дейді. Сосын маған айтады дейді, қасымда жүргенде, ей Заид, мына мүсінді сипама деп. Ұстама, бұларды сипама. Ол кезде әлі пайғамбарлық түспеген еді дейді. Сосын мен баламын ғой енді, ұстасам не болып қалады екен деймін да. Сөйтіп бір айналып келе жатқанда, екінші бір айналымда келе жатқанда бүйтіп ұстап қалдым дейді. Сосын мен саған айтып едім ғой ұстама деп. Мен сені бұл нәрседен тыйдым дейді. Сосын Заид ибн Хариса айтып отыр, Алламен ант етемін дейді. Осы Алла тағала оны пайғамбарлықпен, елшілікпен және осы Құранмен құрметтемей тұрғанның алдын ол кісі ешбір мүсінді ұстап сипап көрген адам емес дейді. Соны жиренетін дейді сол нәрседен дейді. Заид сол нәрсені көріп өскен. Қараңыз, әкесін қалай көріп өседі, сондай жаңағы жақсылықта өскен да. Сөйтіп Али радиаллаху анху балалардың ішіндегі бірінші исламды қабылдаған деген нәрсе. Сонымен жаңағы азаттық алған құлдардың ішінде ең бірінші қабылдаған исламды осы Заид ибн Хариса, пайғамбарымыздың қасындағы қызметшісі. Не? Осы отбасы ретке келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасы бүтін. Түсінсіз бе? Отбасының барлығы Алланікі. Әйелі осы пайғамбарымыздың жолында, қыздары пайғамбарымыздың жолында, Али пайғамбарымыздың жолында, қасындағы қызметшісі, адал қызметшісі Заид ибн Хариса, ол да пайғамбарымызға адал.